Қорқынышты статистика. Елімізде айдың күні аманда терезеден құлау фактісі азаймай тұр. Тек биыл 200-ден астам бала терезеден құлап кеткен. Құрметті ата-ана, балаларға қауіп кейде бір сәттік қараусыздықтан келеді. Жаздың күні терезелер жиі ашық тұрады. Ойнап жүрген бала байқамай терезеге жақындап құлап кетуі мүмкін. Өкінішке орай, мұндай қайғылы жағдайлар қас қағым сәтте орын алып жатады. Үйіңізде кішкентай бала болатын болса, міндетті түрде қорғаныш торын немесе арнайы қауіпсіздік құлпын орнатқан дұрыс болады. Ал масаға арналған тор баланы құлап кетуден қорғап қала алмайды. Халқымызда сақтансаң сақтаймын деген сөз бар. Алла тағала балаларымызды бәле-жәледен сақтап, әрбір шаңырақта амандық, тыныштық болсын.